Армысыз ардақты ағайын, эфирде жаңа Қазақстан, дос көшім Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосанов. Осы апта сайын алдарыңызға шығып, аптаның ең өзекті қоғамға қажетті оқиғаларына баға беріп отырмыз. Сол дәстүрімізді жалғастырамыз үзбей. Келесі хабарымызда бәлкім біз өткен жылдың қорытындысын айтамыз, ал осы хабарда біз осы аптадағы елеулі оқиғаларға тоқталсақ. Соның ішінде әңгіменің бастамасы ретінде мен шынымен де үлкен қоғамдық ой туғызып, қарсылық туғызып атқан Қазақстанның жер тұтастығына қатысты, тарихына қатысты бұрында айтылып жүрген тақырып қой, бірақ меніңше осында бір жаңаша бір леп бар сияқты, яғни ресми органдардың пікір айтуы, олардың реакция беруі, тек қана қоғам емес, енді мына ұлттық демократиялық күштер осы тәуелсіздікке дейін де бұл тақырыпты айтып келді, тәуелсіздіктің бойында да айтып келе жатыр, тіркелген ұйымдар бар, тіркелмеген ұйымдар бар, бірақ меніңше бұны мен қанша оппозиционер ретінде болсам да бір позитивті нәрсе деп ойлаймын. Сіздер келісесіздер ме, келіспейсіздер ме білмеймін, бірақ қалай болғанда да осы ресми органдардың осыған реакция беруі, оған мемлекеттік ұйым ретінде сыртқы істер министрлігінің нотасы сияқты реакция беру, меніңше бұл жалпы қазіргі қоғам өзі бір жылымықты күтіп отыр ғой, соған сәйкес келетін тренд сияқты. Әйтпесе кеше ғана хабарда болған сол Никонов, Федоровтарды ақтаушылардың адвокаттарының өз ішімізден табылуының өзі де қазіргі мемлекеттік ақпарат саласында ұлт тақырыбына, мемлекеттің тәуелсіздік тақырыбына сияқты бір жақты тұшымды бекітілген саяси шешім ретінде қабылданған шешімнің түйінінің жоқтығы деп ойлаймын. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Дос аға, Расул? Ассалаумағалейкум. Бұл негізгі тақырып шығар өткен аптаның. Мен ойымша, бірақ осы жерден көп нәрсе айтылып жатыр, көп нәрсенің пікірлерді естіп жатырмыз, жазып жатырмыз, оқып жатырмыз. Бірақ мен ойымша бір-екі нақты мәселе бар сияқты айта кететін. Бұның біреуі алғашқы кезде біздің билік сәл-пәл де болса ашу-ызасын көрсетті, одан кейін саясат өзгерген сияқты. Өйткені өткен жолы хабардан өздеріңіз көрген шығарсыздар, аналитикалық бағдарлама болғанда осы тақырыпқа байланысты нақты биліктің тапсырмасы болу керек. Енді мынандай саясатқа көшкен сияқты Қазақстан жағы. Бұл Ресейдің ресми мәлімдемесі немесе ресми көзқарасы деп ойламаңдар, бұл жеке бір адамның бір жеке тұлғаның ғана көзқарасы дегенге сайып бара жатыр. Осындай не дейміз, әдіс дейміз, осындай бір айлаға толық көшті. Оны маған керек десеңіздер, кейбір менен пікір сұраған, сұхбатқа шақырғандарда нақты осындай бағытты айтты. Сіз осылай деп ойлайсыз ба деген сияқты. Мені бағыттағысы келді, сондықтан мен көп жерде сұхбат беруден бас тарттым. Енді несін жасырайық, ақыр ашық сөйлесеміз деп отырмыз ғой. Мен ойымша бұл үлкен қателік, дұрыс емес. Себебі Никоновтың айтқан сөзі, ол Никоновтың айтқан сөзі емес, ол Владимир Путин айтқан сөзі. Жазда айтқан сөзі бұл нақты кеңес үкіметі тараған уақыттарда Ресейден сый есебінде көптеген республикалар бізден жер алып кетті деген сияқты. Никонов тек соны қайталады. Қайталағанда Қазақстанға байланысты қайталады қой. Сондықтан бұл Ресейдің нақты бағыты, саяси бағыты, ресмидің көзқарасы деп қабылдаймыз. Оны мүмкін жаңағы ресми түрде хабарламаса да. Енді екіншіден ойланып қараңыздар, егер Тамбовтағы бір инженер Қазақстанның жері біздің жеріміз десе, біздің сыртқы істер министрі оған нота жолдамайды ғой. Нота жолдағанның өзі біздің алғашқы кездерде оны шындығында да Ресей тарапынан жасалған бір достыққа жат дейміз бе, енді дипломатиялық тілмен айтқан уақыттарда бізге алаңдаушылық туғызатын, біздің жаңағы түсінбестігіміз туғызатын мәселе деп қабылдағаны. Сондықтан мен ойымша билік екі ойын жасап ыңғайсыз жағдайда қалған сияқты. Біріншіден оған ресми жауап берді, ресми түрдегі әңгіме. Екіншіден жоқ, бұл ресми мәселе емес екен, жеке бір депутаттардың айтқан екен деген. Қайдағы жеке депутат, комитетті басқарып отырған адамның айтқан сөзі болса. Сондықтан менің ойымша осы жерді нақтылап алу керек. Бұны мен өз басым, жаңағы Максим Шевченко да сол менің ойымды сол бағытта сөйледі. Бұл Ресейдің қазіргі жаңа шовинистік бағыттағы саясатының нақты бір көзқарасының біреуі. Біз көрші елміз, біз дос, бауыр елміз, тарихи Құдайдың өзі қосқан көршіміз. Бұл Ресейдің халқына, Ресейдің ұлтына деген реніш емес. Бұл Ресейдің жаңағы элитасына, саяси элитасына деген біздің ренішіміз, және олар оны өздері
қоздырып өздері шығарып отыр. Мен өз басым осыны осылай деп ойлаймын. Және екіншіден, мен сөздің басында өткен тақырыпты айтып кеттім. Жаңа хабар телеканалынан берген аналитикалық хабарда мен қатты ренжідім, өзімнен өзім қысылдым, жерге кіріп кете жаздадым. Соны жүргізуші жігіттің аты Дмитрий болу керек. Қалай шырпыры шығып, өзінің бағытында сөйлетуге біреуді тырысып, біреудің аузын жауып, біреудің сөзін бөліп, өте бір ыңғайсыз мәдениетсіздікті жасады да, қысқаша айтқан уақытта. Соловьев жолда қалады. Бізде болашақ Соловьевтен да жаман, Соловьевтен да не дейміз, ұятсыз хабарды жүргізуші адамды мен өз көзіммен көрдім. Өйткені керек десеңіздер, өздерінің шақырған Максим Шевченконың да сөз бермей қайта-қайта бөлген уақыттарда мен қазақстандық болғаннан кейін өзім кінәлі сияқты болып есептеп қалдым да. Мен ойымша бұндай нәрсені қаттырақ айту керек. Мемлекет өзінің жаңағы өзінің телеканалында өзінің саясаты жүргізген уақытта халықпен санаса білу керек. Халықтың ішінде оны көріп отырған адамдар жеткілікті да, ананың өте бір қолдан жасалған, жасанды, белгілі бір саяси бағыттағы жүргізіліп отырған хабар екенін қазір халықтың көпшілігінің көзі ашық. Әңгіме саясатпен айналысқан адамдар емес. Сондықтан осыны түсінген дұрыс та, менің бұны айтып жатқан мәселем солардың құлағына. Себебі анандай хабар кері әсер етеді қайта. Керісінше, бұл билікті төмендетеді, билікті көтермейді ол. Билікті ақтап алмайды. Сондықтан сол жердегі хабарға қатысқан адамдардың бәріне қарап отырғанда менің тағы да айтам, қарным ашты. Біз өзіміз Соловьевті қанша сынасақ та, Соловьевтен артық адам бар екен. Қысқасы, бұл жаңағы сөз бұрынғы Солженицыннен басталған сөз, как обустроить Россия деген кітабындағы. Содан бері келе жатқан көзқарас нақты Путиннің кезінде нақты бір осындай практикалық негізін алды. Оған егер білмеймін, енді біз қалай жауап беретінімізді. Біреулер айтады, одақтан шығып кету керек дейді, евразиялық. Мүмкін ол да дұрыс шығар, одақтан тек сол сөз үшін емес, жалпы оның алдында, осы одақ құрлардың алдында айтқан біз осы шығу керек дейді. Мен ойымша керек десеңіздер, нотаға жауап берді ме, бермеді ме, мен оны да білмеймін. Мүмкін елшілікті де Қазақстаннан қуып шығу керек шығар, осындай сөз айтқан адамдар. Сол уақыттарда олардың сәл-пәл де болса алдымен артына, оңы мен солына қарап сөйлейтін шығар. Біз жеке мемлекетпіз. Адам саны аз шығар, территориямыз Ресейден келеді. Бірақ дәл біз, дәл сол Ресеймен бірдей мемлекетпіз. Америка, Ресей, Қазақстан, Англия бәрі бір. Бүкіл мемлекет, не дейді, халықаралық заң жүзіндегі, деңгейіміз жөніндегі бәріміз бірдейміз. Сондықтан ондай сөздерді айттырып қойғанда қазақта сөз бар, басыңнан сөз асырма деген. Егер басымыздан сөз асыратын болсақ, және ол айтқан сөзді ақтауға кірісетін болсақ, онда біздің мемлекеттілігіміздің құны 5 тиын. Не үшін онда тәуелсіздік алдық, не үшін күресті сол үшін талай қазақтың азаматтары. Сондықтан мен бұған әлі күнге дейін не дейміз, мемлекет тарапынан жеткіліксіз деп ойлаймын. Осы мәселеге байланысты жасалып жатқан іс-әрекеттер. Және оны ақтауға тырысу, бұл өте үлкен кемшілігіміз. Енді біздің ресми мәлімдемелерге қарайтын болса, Қазақстанның халықаралық қатынастарда ең негізгі, ең басты одақтасы Ресей Федерациясы болып табылады. Және сонымен қатар Қазақстанның аумақтық тұтастығына, тәуелсіздігіне ең үлкен қауіп қатер де осы Ресеймен байланысты. Бір-бірімен сыйыспайтын ұғымдар. Когнитивті диссонанс дейді ғой, ең негізгі одақтас, және сонымен қатар ең негізгі қауіп қатер. Бір-бірімен мүлде сыйыспайтын дүниелер. Бұл біздің меніңше саясатымыздағы осындай бір екі жүзділік, өзінің жалғасын жаңағыда Никонов, Федоровтардың мәлімдемелерінен көріп отыр, жаңағы оны ақтаудың тырысатындығы мен келсем толықтай. Осы мәлімдемелерге, арандатушы мәлімдемелерге қатысты әрекеттердің жеткіліксіздігі. Әрине нота жолданды, бұған дейін осындай мәлімдемелер жасалғанда ондай ноталар жолданбайтын. Қазір енді әжептәуір бір істер бар, бірақ меніңше әлі де жеткіліксіз. Жалпы ойланып көретін болсақ, осындай мәлімдемелер сол 90-шы жылдардан бері айтылып келе жатыр. Өте ірі саясаткерлері, қоғам өкілдері Ресейдің, Солженицыны болсын, Жириновский болсын, Лимон болсын, Путиннің өзі тағысын тағы, ондай шекара болған жоқ, ондай мемлекет болған жоқ, Ресейдің берген подаркасы дегендей мәселелерді. Бірақ
Дәл нақты елдерге келгенде, мысалы Ресей тарапы осындай мәлімдемелерді неге Әзербайжанға қатысты айтпайды? Неліктен мысалы Өзбекке қатысты айтпайды? Өйткені олар жаңа Досақ айтпақшы, бұған жауап береді. Бұған өте қатқыл түрде жауап береді. Оның арты жаман болатындығын бұлар түсініп барып, ондай мәлімдеме жасамайды. Меніңше осындай мәлімдемелердің жалғасып отырғанның бірден бір себебі өзіміз жаңағыдай 90-шы жылдардың өзінде қатқыл жауап беретін болсақ, сіздер анықтап алыңыздар, Қазақстан сіздер үшін одақтас, ізгі көршілес болып табыла ма, әлде жаңағыдай көзқарас па? Меніңше осы мәселенің басын ашып айырып алу керек. Бұл тұрғыдан алғанда менің ойымша жаңағыдай ресейлік телеарналардың осындай тайраңдауын доғаратын кез келді. Баяғыдан айтылып келе жатқан тақырып. Екінші жағынан өзіміздің жаңағыдай хабар телеарнасы арқылы осындай ақтау әрекеттері болатын болса, меніңше бұдан да бір кадрлық, ұйымдастырушылық бір шешімдерді шығару керек. Неліктен хабар мемлекеттен, үкіметтен қаржы алып отыр біздің есебімізден, және біздің есебімізден осындай бір Қазақстанның, қазақтың емес, басқа елдің мүддесін жүргізіп отыр. Онда қаржыландыруды тоқтату керек. Ресейден қаржысын алсын керек болатын болса. Неліктен ондай журналист біздің қоғамның есебінен жалақысын алу керек. Меніңше осы мәселелерді алға тарту керек. Үшіншісі, меніңше қара тізім мәселесі. Қазақстанға тіл тигізген, намысына тиген осындай тұлғалар нон грата персонасы болып жариялану керек. Жалпы намыс деген меніңше біз жекелеген адам болсын, жекелеген мемлекет үшін өте маңызды дүние. Тәуелсіздікпен, абыроймен, егемендікпен байланысты. Тек қана намысы жоқ адам ғана, тек қана намысы жоқ мемлекет қана өзінің намысын қорғамайды. Сондықтан бұдан да меніңше біз әрине қызуғандылыққа салынбай, халықаралық қатынастардағы қабылданған іс-шаралар бар, жаңағы тізіп өткенің өзі бірталай жерге барады. Менің айтып отырғаным сол ақпараттық тәуелсіздікті төмендету, мүлде жоққа шығару. Екіншіден жаңағыдай дипломатиялық арналар арқылы осы мәселелерді қатқыл қою. Біз достас мемлекетпіз бе, біз әріптеспіз бе, онда осыған сай мәлімдемелерді жасаңыздар. Осыған сай ынтымақтастықты жүргізіңіздер дегендей меніңше бір ізді мәселелерді жүргізу керек. Енді өткен аптада Ресеймен байланысты тағы бір тақырып, бұл Навальныйдың айналасындағы дау-дамай. Навальныйдың жаңағыдай зерттеулерінің нәтижесінде бұған у бергені бойынша ФСБ, Ресейдің басқа да қауіпсіздік мекемелерінің бет-пердесі ашылып отыр. Бұл да бүгінгі Ресейдің саясатының шын мәнісінде қандай екендігінің бет-пердесін ашып отыр. Өз азаматтарына өздері у беріп отырғанның көрсеткіші. Қаншама енді шын мәнісінде қандай саясатты ұстанып отырған ел екенін көріп отырмыз ғой. Бұл тұрғыда енді меніңше біз көп ой қорытуымызға болады. Соның бірі менің ойымша осы Ресейде барып, Ресейдің академияларында, Ресейдің сол күштік мекемелерінде оқитын біздің күштік мекемелердің өкілдері, біздің қауіпсіздік мекемелердің өкілдері. Ол жердің енді кәсіби деңгейі өз алдына, адами келбеті қандай екен, ол жерде білім алған азаматтардың. Меніңше бұдан да сабақ алу керек. Сол жердің жаңағы әскери академиялары бола ма, күштік академиялары бола ма, ол жерге біздің азаматтарды, біздің қызметкерлерді жіберу практикасын меніңше қайта шектеу керек, доғару керек. Оданша шетелде оқимын екен, сол Түркияға барып оқысын, сапасы деңгейі, кәсіби деңгейі едәуір жоғары Еуропа елдерінде оқысын менің ойымша. Бұл да меніңше бір кадрлық тұрғыда бір ой түюге болатын жағдай. Енді өткен аптадағы соңғы кездегі тағы бір маңызды мәселе бұл келе жатқан парламенттік сайлау. Бұған енді 5 партия қатысып отыр. Бұған дейін айтқанымызды жалпы ұлттық социал-демократиялық партия бұдан бас тартты. Әлі күнге шейін белгісіз себептермен бүгінгі оппозициямыздың енді тағы бір көрінісі осындай, өкінішке орай. Бірақ осы парламенттік сайлауға дайындық, осы партиялардың өткізген дебаттары жайында ойларыңыз қандай? Осы мәселенің басы қасындағы бақылаушылар, орталық сайлау комиссиясының жаңағыдай жасап жатқан мәлімдемелер тұрғысында қандай ойларыңыз бар? Былайда мен қосайын деген бірақ нәрсемді, менің ойымша осы өткен жылғы қорытындыда бір нәрсені не дейміз,
қорытындылау керек сияқты да. Сөздің несі болып кетті ғой, жаңағы каламбур сияқты болып кетті. Менің ойымша өткен жылы ресми оппозиция Қазақстанда толық жойылды деп айтуға болады. Жеке топтар, жеке азаматтар бар, бірақ ресми оппозиция, енді не дейді, ЖСДП партиясы ресми түрдегі оппозиция алып тіркелген. Менің ойымша осыдан кейін барып оған бір көңіл бөлу тым артық үміт сияқты көрінеді. Ал жаңағы маған орталық сайлау комиссиясының қаулысы дебаттан гөрі маған ең үлкен бір қауіпті, ең үлкен бір күтпеген мәселе болып естіледі. Жаңағы мүмкін жаңа дебатқа қазір сіздер бір ауыз сөз айтасыздар, себебі мен дебатты қарай алмадым іс-сапарда жүріп. Бірақ орталық сайлау комиссиясының қаулысына қазір керек десеңіздер Еуропаның ынтымақтастық және жаңағы не дейміз, ОБСЕ қауымдастығының өзі қазір олардың ұзақ мерзімді бақылаушылары кеше ғана соның бағасын берді. Олар да таңғалып, олар да жағасын ұстап отыр. Себебі 2000 жылы сайлау туралы заң өзгеріспен толықтырулар комиссиясы болды, мен соның мүшесі болдым. Сол уақытта біздің үлкен жеңісіміз, мақтанышымыз деп айтуға болады, және ең қажетті толықтыру бұл сайлау учаскелерінде дауыс беру кезінде бейне, сурет және аудио материалдарын пайдалануға болады, түсіруге болады деген мәселе тұр. Енді мына жерде соны түсіру үшін рұқсат сұрау керек деген сияқты сөз қосып қойған, бірақ мен сол уақыттарда өзім пікірімді айттым, мүмкін бұл дұрыс жеткізілмеген шығар деп. Иә, жаңа не дейміз, сайлау учаскесіндегі не дейміз, сайлаушылардың бюллетень беретін журналын түсіруге болмайды, үстінен әкеліп. Әйтпесе жасырын сайлау беріп жатқан кабинаның ішіне кіріп, оларға бюллетеньге қай жерге белгі салып отқанын түсіруге болмайды, ол түсінікті. Бірақ қалай жүріп жатқан сайлау процесін толық түсіруге, және әсіресе заңсыздық болып жатқан уақытта ол адамның бет бейнесін түсіруге толық мүмкіндік болу керек. Әйтпесе бұның бәрі босқа кеткен мәселе болады. Егер біреулер жаңағы 20-30 бюллетенді салып жатса, сен соған барып кешіріңіз, мен сізді түсіруге бола ма деп рұқсат сұрамайсың, ал ол болмайды, сен істейсің. Онда сен қалай дәлелдейсің болып жатқан заңсыздықтар? Сондықтан менің ойымша орталық сайлау комиссиясы осы өзінің қаулысына түсіндіру беру керек сияқты. Теледидар арқылы, тағы басқа арқылы. Екінші мәселе, тек қана жарғыларында, жарғылық мақсаттың ішінде адам құқы мен еркіндігін қорғаймыз деген сөзі бар. Үкіметтік емес ұйымдар ғана сайлауды бақылау керек деген мәселе бар. Бұл менің ойымша барып тұрған ақымақтық. Себебі азаматтық қоғам сайлауды бақылау керек. Азаматтық қоғам, оның ішінде мейлі ол экологиялық ұйым ба, ол әлеуметтік бағыттағы жетімдерді қорғау ұйымы ма, әңгіме емес. Бұлар азаматтық қоғамның бір мүшелері. Демек, азаматтық қоғамның сайлауды бақылауы сайлауға деген әділеттіліктің бір белгісі есебінде қабылданады. Тек қана сол сайлауға бола құрылған ұйымдар ғана емес. Бұның айырмашылығы осы. Және біздің заңымызда ол нақты жазылған. Барлық қоғамдық ұйымдар, қоғамдық қорлар бәрі де сайлауды бақылай алады деген. Менің ойымша осы жерде де біреулер айтады, неліктен осы түкке тұрмайтын, ешқандай қызық болмайтын, бәсекелес жоқ сайлауға осындай нәрсені кіргізіп жатыр дейді да. Бұның артында кешіріңіздер, саяси тәсіл бар. Себебі егер осы жол ол өтсе үнсіз түнсіз, ешқандай қарсылық болмаса, келесі сайлауларда, келешектегі бәсекелестік сайлауларда мынау заң өткен жолы өтті ғой, прецедент бар ғой деп шыға келеді. Сондықтан біз осы жол шама келсе бұны жібермеуге тырысуымыз керек менің ойымша. Міне жаңағы менің қоғамды осы мәселеге бір көңіл аударайын деп отырғаным, осындай екі бағыттағы орталық сайлау комиссиясының қаулысы жарық көрді. Оған шамамыз келгенше қарсыласуымыз керек азаматтар. Бұл сұраққа жауап берердің алдында мен кішкентай жаңағы басында айта алмадым ғой, кіріспе сөз айтып, Никонов пен Федоровқа қатысты бір ойларыңызға бір ойды қосқым келеді. Дұрыс, ресми реакция қатқыл болу керек. Ертең Ресей именетіндей, санасатындай, болашақта жаңағы Думаның комитет төрағасына тыйым салатындай, сен абайлап сөйле, қазақтармен бүйтіп сөйлесуге болмайды дейтіндей позиция ұстану керек. Бірақ неліктен елдің ішінде, халықтың ішінде дәл осындай наразылық туып жатқан кезде ресми өкілдер, президент, елбасы, министр, премьерлер неге дәл осындай тайғанақтау позиция танытады дегенді мен бір конспирологиялық несін айтайын, ойымды. Біз ойлаймыз осы біздегі билеуші топ, олар Ресеймен
МЖМ-1 жаңа Расул айтқандай тек қана жаңағы арнайы органдардың шәкірттері, курсанттары емес, кезінде болған, тіпті солармен биографиялық, өмірбаяндық байланыстары бар, карьерасын сонда жасаған деген сияқты келтіріп, мен ойлаймын, қалай болғанда да біз айтамыз ғой, мысалы Қазақстан Евразиялық одаққа, Ресейге экономикалық жағынан тәуелді, яғни 7,5 мың шақырым ортақ шекарамыз бар, біздің ортақ бизнесіміз бар деген сияқты, яғни тауар өткізуіміз керек. Геосаяси тәуелділігіміз бар, ол мәңгілік достық туралы шартта жазылып қойған. Қазақстан мен Ресей өзара келісілген сыртқы саясат ұстанады деген баяғыдан біз айтып келе жатқан бір бап бар. Мен ойлаймын, осы жерде бәлкім, мен өзім жалпы конспирологияны онша мойындамаймын, бірақ бәлкім біз білмейтін бір жайттар бар шығар. Бәлкім Кремль мен Ақорданың, Астананың арасында біз білмейтін сондай бір терең иірімі бір жайттар бар шығар. Сөйтіп бұлардың аузын жауып отырған шығар. Әйтпесе неге тұрып елді басқарып отырған саяси тұлғалар ашықтан ашық, мынауыңыз болмайды, Путин мырза, сіз бұл жай жүрген адам емес, бұл сіздің партияңыздың өкілі, сондағы Дума сияқты беделді мекеменің комитетінің төрағасы, аузын жабыңыз десе де, қазір елбасы да, президент те елдің алдында ұпайын түгендеп алар еді ғой. Бәлкім сол кезде олардың халықтың оларға деген көңілі басқаша болар еді, кешіріммен қарар еді ма, соған бара алмай отыр. Сондықтан мен ойлаймын, осы қалай болғанда да сол біздің басқарып отырған адамдардың компромат бола ма, ол ортақ бизнестері бар ма, ортақ меншігі мүлкі бар ма, менше соны ойлау керек сияқты. Екінші конспирология, ол енді мына сарапшылардың ішіндегі небір сондай креативтілер айтып жатыр. Яғни қазіргі таңда экономикада, әлеуметтік салада, мына сыртқы саясатта бұлай дағдарыс қой. Ашық айтқанда, Ресей, Қазақстан арасындағы дағдарыс орын алып жатқан кезде ертең кітапханашылдар шыға ма? Көрдіңдер ме, кезінде Нұрекеңнің кезінде бұндай жайттар болмайтын еді. Нұрекең Путинмен келісіп қоятын еді. Путинмен ол алдын ала осындай өзінің пікірін ашық айтатын еді. Көрдіңдер ме, Нұрекеңнің кезінде болмай жатқан жайт Тоқаевтың кезінде болып жатыр. Яғни бұл кісі өзінің міндетін дұрыстап атқара алмай жүрме деген бір конспирологиялық сценарийлерде болуы мүмкін. Мен айтайын деген осы, ал енді сайлауға келетін болсақ, мына аузы күйген үріп ішеді дейді Осеке. Сондықтан бұлар өткен президенттік сайлаудағы наразылықты көріп, қарсылықты көріп, оппозициялық партияға да сондай жаңағы тапсырмай беріп, қатыстырмай отыр. Өйткені ЖСДП түскенде қалай болғанда да ЖСДП-ның программасын білмесе де, олардың тұлғаларын білмесе де, наразы халық, қарсылық топтар сөзсіз сол партияға дауыс берер еді. Өйткені ол партияның қалай болғанда да қазіргі мүшкіл жағдайына қарамастан оппозициялық өмірбаяны бар, жаңағы кезінде ұстанған өзінің принципшілдігі бар деген сияқты. Сондықтан содан қорқып отқан әсер ғой, бірақ мен ойлаймын, бұлар артық қылам деп, тыртық қылама деп қорқып отырмын. Өйткені дәл жаңа өзіңіз айтқандай шынайы бәсекелес жоқ, онсыз да жеңейін деп тұрған партияға дәл осындай комфорттық жағдай жасау, дәл осындай демократияға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын құбыжық, масқара жағдай жасаудың өзі ар жағында сол 10 қаңтарда қазір біраз азаматтар шығып жатыр ғой. Кезінде біздің сайлаудың кезінде де айтты ғой кейбір азаматтар, шешім қалай болса да, оң болсын, сол болсын, біз бәрі көшеге шығамыз деп. Сондықтан сол 10 қаңтардағы алдындағы превентивті алдын алу бір әдіс тәсілдері ме деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай олардың осы әдіс тәсілдері өте бір оқыс, сондай оғаш, қоғамның наразылығын тудыратын, және де жаңа ОБСЕ сияқты беделді ұйымдардың осы күннен бастап өз сынын туғызып отырған бұл шешімдер ана қорыққанға қос көрінеді емес, ертең сол 10 қаңтарда ел ішіндегі бәлкім болуы ықтимал үлкен оқиғаларға орталық сайлау комиссиясы осы бастан өздері негіз қалап жатыр деп ойлаймын. Енді билікті сөз еткенде, я болмаса билік партиясын сөз еткенде, жиі айтылатын дүние билік жаңару керек, халыққа ашық болу керек, жасару керек, жастарды алып келу керек дегендей мәселелерді айтамыз. Меніңше дәл осындай мәселелерді біздің оппозицияға да қатысты айту керек.
Себебі сол 90-шы жылдардың аяғы, 2000-шы жылдардың басынан бері біздегі оппозиция сол балалық шағында қалып қалды. Бүгінгі заманның талаптарына сай емес. Менталдық тұрғыдан ескірді, менің ойымша. Сол баяғы меншілдік, көре алмаушылық, бір-бірінен мін іздеу, тырнақ астынан кір іздеу сияқты мәселелердің деңгейінен шыға алмай қалды. Сондықтан меніңше біздің оппозицияда жаңару керек, жастар келу керек, жастар толқыны, жаңа тұлғалар, жаңа адамдар. Онсыз менің ойымша осындай бір өте аянышты жағдайы біздің оппозицияның сақтала береді. Сондықтан сол келе жатқан жылдары осыдан меніңше біздің қоғам, әсіресе жастар бір белсенділік танытып, өздері бір мінез, өздері намыс білдіріп, осы мәселемен тікелей тығыз айналысу керек. Онсыз меніңше біздегі оппозицияның қалыптасуы неғайбыл мәселе. Енді қазір қолымыздағы бар таңдау, енді саясат бұл енді қолда бар дүниелермен санасатын алаң ғой. Таңдау тек қана сол тіркелген 5 партияның арасында болмақ. Ұнасын, ұнамасын, бұнымен енді келісуге тура келеді, мәжбүрміз. Енді қазір сайлауалды науқан басталып кетті, бір дебаттар өткізілді, мен өз басым қарап шықтым. Негізі енді қолдайтын, дұрысақ дейтін тұстары да бар, енді әттеген айлары да жоқ емес, ұйымдастырушылық жағынан тағысын тағы, бірақ меніңше жоқтан бар жақсы. Осындай дебаттардың өздерінің болғаны. Жаңағы оған қатысушы партиялардың енді кеш те болса оянып, мысалы Адал сияқты, Ауыл сияқты партиялардың жаңа тұлғалармен толығып жатқандығы, олардың бір өздері бағдарламасын ұсынып жатқаны неше, бұның өзі жаман емес. Жалпы осындай белсенділік болсын, осындай дебаттар көптеп болсын, тек қана Қазақстан телеарнасында емес, басқа телеарналарда, әлеуметтік желілерде кімнің кім екенін түсініп, халықтың өзі тек қана бір жекелеген тұлғаларға қарап қалмай, солардың ойы қандай екен, бағдарламасы қандай екен, бұл тұрғыдан да меніңше белсенділік таныту өте маңызды. Сондықтан менің айтарым енді осындай дүниелерден түзеледі, осындай дүниелерден басталатын шығар, жаңағы келген жаңа белсенділер, танымал журналистер, танымал қоғамның белсенділері қазір енді атсалысып жатыр. Бұның өзі менің ойымша жаман емес, енді қайта жоқтан ешнәрсе пайда болмайды. Егер осындай дебаттарға қатысып, ертең ысылып жатса осы жастар, олардың кейбірі ертең депутат болып жатса, менің ойымша бұның өзі жаман емес. Сондықтан осыған атсалысу, мейлінше қолдау, осы оппозициялық сарында жүрген топтардың өздері бәлкім белсенділік танытып, ертеңдері бір партия құрып жатса, құба-құп. Мен айтайын дегенім осы әзірше. Расулдың сөзін біршама қостай, процесс керек, алға жылжушылық керек. Егер осы болмағанда не істер еді мысалы? Әйтпесе, қазір партиялар кейбір танымал тұлғаларды өздерінің қатарына алып жасап жатыр. Ол дұрыс, ол қалай болғанда да процессті қозғаймыз. Бірақ қалай болғанда да біздің бұл сайлаудың ең үлкен кемшілігі, көзге ұрып тұрған кемшілігі, ол мына дебатқа қанша шықса да, кезінде мен президенттік сайлауға түскенде де менің де аузымды тыйғысы келген біраз азаматтар болған. Яғни мынаны айтыңыз, мынаны айтпаңыз, мынаны қайтесіз деген сияқты. Сондықтан сол дебаттардың өзін мен қазір бізде өкінішке орай Тоқаевтың тұсында орын алып жатқан жоғарыдан реттелген квази-демократиялық жүйені құру бір процесінің басында тұрған сияқтымыз. Өйткені ол жерде тұрып азаматтар жүйе туралы, конституция туралы, жеке басқа табыну туралы, басқа да мына біздің ең іргелі саяси проблемаларымызды қолдамауы және оны айтпауы, меніңше ойлаймын, бұл сайлауға легитимдік сипат бермейді. Сондықтан процесті қолдай отырып, әттеген-ай деп айтуға мен мәжбүрмін. Өйткені әрине қалай болғанда да Қазақстан демократиялық күштері, былай ғой, күшті оппозициямен ғана билік санасады. Кезінде 2005 жылы әділетті Қазақстан деген қозғалыс құрылып, оған бәрі болмаса да өзін демократ оппозиция санап жүрген партиялардың бәрі кіріп, бәрі дерлік тұлғалар кіргенде танымал билік санасты.
билік санасып, белгілі бір дәрежеде сөзіміз өтті, бір-бірімізді қолдадық, қорғаштадық, 15 шақты азаматтар мен ұйымдар. Ал қазір мына ырду-дырду болып жатқан, мен Расулдың сөзін қостай, ырду-дырду болып жатқан азаматтардың ішінде меніңше қазір біз мынандай бір жаңа трендті айтуымыз керек шығар. Біз ылғи да қоғамның жауапкершілігі туралы айтамыз, а неге біз оппозицияда жүрген, іріткі салып жүрген, қаралап күйелеп, бірлікке нұқсан келтіріп жүрген, бір-бірлер туралы ғайбат сөз айтып жүрген, менменшілдікке салынған, яғни тек қана менікі дұрыс, менің партиямдікі дұрыс, қалғандікі бұрыс деп жүрген азаматтардың жауапкершілігін айтуымыз керек сияқты. Әйтпесе демократияға да, оппозицияға да монополия жоқ. Кез келген адам өз партиясын құра алады, өз бағдарламасын жариялай алады, өзіне қанаттастарын жинай алады. Бәлкім енді білмеймін, енді мына біз жаңа жылдың алдында әлі тағы кездесерміз, бірақ мына аптаның осы сайлауға қатысты біздің мына Қазақстан оппозициясы тегеурінді күш ретінде қатыса алмауы, ЖСДП-ның өзінде кемшілігі еді ғой. Бірақ сол кемшіліктердің қазақша айтқанда жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, соның маңайына топтасқанда, ол партияның лидерлері басқаша тактика ұстанғанда, бәлкім бұл сайлаудың интригасы да бөлек болар еді, бұл сайлаудың болашағы да басқаша болар еді деп ойлаймын. Сондықтан процесс ретінде сайлауды меніңше қолдау керек, бару керек, әр азамат өзінің пікірін айту керек. Жаңағыда үлкен мектеп болып жатса, қатарымыз молайып, халықтың сөзін сөйлейтін, ұлттың сөзін сөйлейтін азаматтар қосылып жатса, оларға ешбір қызғанышпен қарамау керек. Керісінше аға буын біз оларды, жастарды қолдап, қай партияда жүрсін, бәлкім сол партияның қатарында жүріп, ертең дербес тұлға бола ма, ұлттық деңгейдегі қайраткер бола ма, оған біз тек қана сәттілік тілеуіміз керек деп ойлаймын. Шындығында дебатта сен айтпақшы, жаңағы не дейді, айқайлап қан шығып тұрған тақырыптарды бермейді, себебі қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса, кім ұйымдастырып жатыр, олар белгілі тақырыптарды береді ғой жаңағы. Ешкімге тимейтін, ол белгілі. Бірақ дебат бұл айтыс сияқты да, айтыста да қазақтар өздерінің батырларын мақтайды да, қарсыластарының адамдарын жамандайды. Құнанбайдың өзінің көзінің соқыр екенін айтады біреу, тағы басқа нәрселерді айтады. Бірінің бірі жаңағы кемітеді, төмендетеді. Мен осының біріншісін көрдім, мысалы, өздерінің бағдарламаларының ішіндегі жақсы нәрсені халыққа жеткізуге тырысады, ол дұрыс. Бірақ өзінің қарсыласының, өзінің бәсекелесінің, саяси бәсекелесінің бағдарламаларының талқанын шығармай ма? Мынау не көтеріп отқан Нұр Отан, мынау бағдарламаларың? Бұл 12-ші экономиканы алып шығам деген 12-ші бағдарламаларың ғой. Бұл 11-де не істедіңдер деген сияқты кәдімгі жілікке шағып, кәдімгідей жан-жағының бәрін саусақпен кәдімгідей көрсетіп беріп, әңгіме бірінікінің бірі сынау. Ол сынау саяси өмірдегі, саяси таластағы рұқсат берілген, заңды түрдегі сынау. Сондықтан менің ойымша осы жоқ. Олар өздерінікін айтады да, бірақ қарсыластарының не дейміз, кемшіліктерін ұстап алу керек қой, көрсету керек. Сол уақытта халық салыстырады. Сайлау бәсекелесу бұл салыстырудан тұрады. Егер салыстыру болмай, бәрі де мен жақсымын болса, олардың ішінен таңдай алмайсың ешкімді. Бәрі де мен жақсымын деп тұр. Сол уақытта жаңағы дебаттың берілген себебі мыналардың мынау айтып отырғандары жүзеге аспайтын мәселе, әйтпесе бұлар осындай нәрсені жетістірмеп еді деп көрсетіп, дәлелдеп, дерекпенен бере білу. Ол жоқ. Менің білуімше, жаңағы дебатты өзім көрген жоқпын, бірақ оның жазылған туралы оқыған уақыттарда. Бұл да бір кемшілік. Жаңағы біздің айтып жатқанымыздың бәрі Қазақстанның болашағы. Енді хабарымыздың аты да болашақ Қазақстан болғаннан кейін, болашақта дебаттың сипаты, форматы өзгеру керек. Ол сынды қабылдала білу керек. Ол жамандау емес. Мейлі Ақжолдың ішіндегі бір ұстап алған негізгі жалау етіп отырған бастамасының сынай келіп, соны халыққа көрсете келіп, одан басқа нәрсе ұсынса, ол жақсы болар еді да, Құрайшен ұсыныс болмай. Салыстырмалы түрдегі берген ұсыныс ол әр уақыттарда жақсы болады. Сондықтан менің айтайын дегенім сол да, келешекте дебаттың да сипаты өзгеру керек, сонда халықтың таңдауына мүмкіндік жасалады. Бұл жасап отқан нәрсе мен жақсымын емес, бұл жасап отқан нәрсе біздің ішімізден таңдап ал деген мәселе. Месседж, логин солай қойылу керек та. Сондықтан әрине болашақта осының бәрі болса екен деген біздікі тілек. Осыны айтқан уақытта сын емес, тілек. Дұрыс, әріптестер, мына уақытымыз, регламентіміз тақап қалды. Бұл жаңа Қазақстан YouTube арнасының 61-ші түсірілімі. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермен. Сұрақтарыңыз болса,
Дос Көшім, Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосан жауап беруге дайынбыз. Пікір қосыңыздар, талқылаңыздар. Алда жаңа жыл келе жатыр. Ол жаңа жылдың алдында біз келесі хабарымызда жылдың қорытындысын талқылауға тырысамыз. Соған қандай ой қосасыздар, оны да жазыңыздар. Келесі кездескенше еліміз аман болсын, мына індеттен қазақ халқы аман есен шықсын.